Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет көрнек жасаймыз. Каналыма жазылыңыздар. Ол үшін алдымен маргаринді ертеміз. Одан кейін ұнымызға тұз, сода, айран құямыз. Одан кейін ерген маргаринді суытып, қосып араластырамыз. Қамырымызды илейміз. Пищевой пленкамен жауып, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Тауығымызды тураймыз, көбіктеп. Одан кейін пиязды да тураймыз, жұқа қылып. Қамырымыз дайын. Қамырымызды біреуін кішкене үлкенірек қылып, екіншісін кішірек қылып илейміз. Формамызға май жағамыз. Үлкенірек қамырымызды қоямыз. Оған жұмыртқаны қойып, үстінен тауықтың етін қоямыз. Қалауынша тұз, бұрыш себеміз. Одан кейін пияз, кішірек қамырымызды илеп, сыртынан қаптаймыз. Енді сырты қызыл болу үшін жұмыртқамен жағып шығамыз. Жұмыртқаның қалдығын сол ішіне құямыз. 40 минутта 180 градуста пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.